Баршаға сәлем. Бүгін сіздерге осындай құлпынайдың тоқылу жолын көрсететін боламын. Ол үшін бізге қажетті заттар: 2 түрлі түсті жіп және ілмек біз қажет болады. Тоқуды бастаймыз. Алғаш жасыл түсімізді аламыз, яғни жапырағын тоқып аламыз құлпынайымыздың. Жұмысшы жіпті сұқ саусағымызға осылай ораймыз да шеңбер жасап аламыз. Және шеңбердің ішінен жұмысшы жіпті іліп шығарамыз, біріктіреміз, соң 3 бос шалма аламыз. Бұл бізде бір бағанша болып есептеледі. Енді шеңберімізді айналдыра бір шалмалы бағаншадан 13 бағанша аламыз. Мынаны қосқанда 14 бағанша болу қажет. Міндетті түрде жұп болу керек. Жалпы 14 бағанша пайда болады. Айналдырып 14 бағанша алыңыздар. Біз міне 14 бағаншамызды алдық және қысқа жібімізді тартамыз да ортадағы осы шұңқырымызды осылай жабамыз. Және алғаш алған 3 бос шалмамыздың үшіншісінен ілдіріп осы қатарымызды аяқтаймыз. Енді жұмысшы жібімізді мына 2 бағаншаның ортасынан іліп шығаруымыз қажет. Келесі жұмысымызды осы 2 бағаншаның ортасынан бастаймыз. Осылай ілдіріп алып келеміз де әр қатарға келгенде міндетті түрде 3 бос шалма алып отырамыз. Тура сол жерден бір шалмалы бағаншадан екеуін тоқимыз. Но бізде бір бағанша. Сонда бізде 3 бағанша. Бұл бізде бір топтама деп аталады. Осылай әр бір бағаншамыздың арасынан осылай топтама шығарамыз. Әр бағаншаның ортасынан 3 бағаншадан аламыз. Яғни бізде 14 топтама пайда болады. Осылай бір жерден үшеуден тоқисыздар. Осылай топтамамызды тоқып алдық. Артық жібімізді қиямыз да алғашқы алған 3 бос шалмамыздың үшіншісінен ілдіріп жұмысымызды аяқтаймыз. Келесі құлпынайымызға қажетті түсті аламыз және алдыңғы қатарда тоқылған топтамаларымыз бар ғой. Сол топтамалардың жанынан, яғни мына ұяшықтардан 3 бағаншадан тоқисыздар. Тура осылай алдыңғы қатарды қалай тоқыдық, солай бұл қатарда да біз 14 топтама шығаруымыз қажет. Алғаш осылай іліп аламыз да 3 бос шалма аламыз. Тура сол жерден бір шалмалы бағаншадан енді екеуін тоқитын боламыз. Бір топтама дайын. Келесі төменгі жақтан 3 бағаншаны тастаймыз. 3 бағаншадан кейінгі осы топтама бізде бір топтама болды. Енді әрбір 3 бағаншадан кейін бізде осылай жоғарғы жағынан 3 бағанша тоқимыз. Қатарымыздың соңында 14 топтама пайда болады. Он төрт топтамамызды тоқыдық, қатарымызды аяқтаймыз. Келесі қатарды тоқу үшін біз жұмысшы жіпті мына ұяшыққа алып келуіміз керек. Әр қатарға келгенде осы процесс қайталанады. Ол үшін жұмысшы жіпті біріктіргіш ілмек арқылы осылай тоқып ортаға алып келеміз, ұяшыққа алып келеміз.
Бұл әр қатарда қайталанатын процесс. Әр қатарға келгенде осылай алып келеміз және 3 бос шалма алып отырамыз. Тура осы жерден бір шалмалы бағаншадан екеуін тоқимыз. Мына құлпынайымызда, мына қатарда бізде бірінші 14 топтама болды ғой. Соны бұлай 2-ге бүктегенде, 14-ті 2-ге бөлгенде 7-7-ден, құлпынайымыздың екі жағына 7-7-ден топтама түседі. Бұл әр қатарға келгенде мына құлпынайымыздың екі жанынан бір-бір ұяшықтан тастап кетіп отырамыз. Әр қатарда бізде 2 топтамадан азайып отырады. Нәтижесінде қазір осы қатарда біз 6 топтама тоқимыз. Нәтижесінде осындай 3 бұрыш пайда болады. Ең соңында осындай бір ұяшық болғанға дейін тура осы процесті қайталайсыздар. Бұдан кейін қатарларды анықтап көрсетпеймін, мұқият қарасаңыздар. Келесі осы қалған топтаманың бәрін осылай әр топтаманың ортасындағы мына шұңқырдың жоғарғы жағындағы ілмектен іліп, тура сол жерден 3 бағанша тоқып отырамыз. Енді осы қатарда біз 6 топтама тоқимыз. Келесі қатарда 5-еу, 4-еу, 3-еу болып азайып отырады. Арнаға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар. Бір, 2, 3, 4, 5-еу. Енді бір топтама тоқиды екенбіз. Соңғы топтамамызды тоқыдық. 6-дан кейін, 6 топтамадан кейін, мына ортадағы бір ұяшықты тастап кетеміз, тоқымаймыз. Келесі ұяшықтан тоқимыз, мынаны тастаймыз да. Мына келесі ұяшықтан тоқитын боламыз. Бір ұяшықтан секіріп, келесі ұяшықтан және 3 бағанша тоқимыз. Осылай екінші жартысынан да 6 топтама тоқып аламыз. Мінекей 6 топтамамызды тоқыдық. Яғни жалпы бізде 12 топтама болды. Айналдыра есептегенде 12 топтама болады. Соң мына ортада және бір ұяшық қалды. Екінші жартысынан соны тастаймыз да, осы қатарымызды аяқтап, осылай біріктіреміз. Міне осы қатардан кейін осындай пішінге келеді. Келесі қатарға өтуіміз үшін біздерде мана айтқанымдай ұяшыққа алып келесіздер. Жұмысшы жіпті және осы жерден 3 бос шалма алып, манағы процесті қайталайсыздар. Алдыңғы қатарда процесті қайталайсыздар. Бұл қатарда енді сіздер 6 емес 5 топтама тоқисыздар. 5 топтамамызды тоқыдық. Келесі, міне алдыңғы қатарда тастап кеткен ұяшығымыз бар ғой. Тура соның жоғарғы жағындағы ұяшықты тастаймыз да, келесі ұяшыққа өтеміз. Осы процесс енді барлық қатарда қайталанады бізде. Осылай келесі ұяшықтан 3 топтама аламыз. Енді екінші жартысы ғой бұл. Екінші жартысынан да тура осылай 5 топтама тоқимыз да, осы жердегі ұяшықты тастап, қатарымызды аяқтайтын боламыз. Мінекей екінші жартысындағы 5 топтамамызды тоқып келдік. Соң осы жердегі ұяшығымызды аяқтаймыз да, жұмысымызды осылай біріктіргіш ілмек арқылы біріктіріп, келесі қатарға өтеміз. Осы процесті енді осы топтамамыз аяқталғанға дейін қайталайсыздар. Ең соңында міне бір топтамамыз қалды. Әдеттегідей осы жердегі ұяшықты тастаймыз да, келесі ұяшықтан соңғы топтамамызды тоқимыз.
үшінші бош шалмамен біріктіріп артық жібімізді қиямыз. Соң осы артық жібімізді осылай арасына тоқып жасырып тастайтын боламыз. Қаласаңыздар инемен жасырсаңыздар да болады. Болмаса ілмек біз арқылы осылай арасына тоқып жасырып тастаймыз. Ендігі кезек, міне осындай нәтиже өте әдемі шықты. Және ортасында осындай ілетін ілмек жасаймыз. Ол үшін жасыл түсімізді аламыз да тура ортасынан жұмысшы жіпті осылай іліп шығаратын боламыз. Енді өзіңізге байланысты ұзын немесе қысқа қылсаңыздар да болады. 10 немесе 15 бош шалма аласыздар. Мен қазір 15 бош шалма тоқитын боламын. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Осы 15 жеткілікті. Қаласаңыздар 10 қылсаңыздар да болады. 15 кішкене үлкендеу болады. Және екінші жартысынан қарама-қарсы жағынан өткіземіз де іліп жұмысшы жібімізді шығарамыз да осы жерден біріктіріп аламыз. Соң жібімізді артығын қиямызды тура жаңағыдай артық жіпті осылай жасырып тастаймыз. Сіздерден өтініш, арнаға тіркеліп кеттіңіздер. Және де қызықты видеолар алда Құдай қаласа көп болады деп сеніммен айта аламын. Міне нәтижеде осындай әдемі құлпынай пайда болды. Тоқылу жолы көргендеріңізде өте оңай. Сіздерге сәттілік тілеймін. Рахмет.